Брайан Трейси. Мақсатыма жетемін. Қалағаныңның бәріне өзің ойлағаннан да тезірек қалай қол жеткізуге болады. Құрастырушының сөзі. Мен кітап жазатын жазушы емеспін, журналист емеспін, бар болғаны қарапайым оқырманмын. Брайан Трейсидің көптеген кітаптарын үлкен қызығушылықпен оқып жүріп, табысқа жету жолында әркім білуге тиіс мақсатты қағазға түсіруге мәселесін сіздерге қазақ тілінде қатесіз қалпында жеткізуге бел будым. Себебі, орыс тіліндегі мәтінді қазақшаға аударып, аты жөні белгісіз қалыпта сатылымда жүрген кітапшаның кем-кетігін түзеп, сөйлемдерін түсінікті қалыпқа келтіріп, қателерін теріп, сіздердің назарларыңызға ұсыну негізгі мақсатым болды. Қазір өздеріңіз қолдарыңызға ұстап отырған санаулы ғана беттерден тұратын кішігірім мақсатыма жетемін кітапшасы қателіксіз қалпында осылай шығарылды. Жоғарыда айтып өткенімдей, мен де өздеріңіз секілді қарапайым оқушы болғандықтан, кәсіби кітап жазушыларындай қабілетім жоқ. Бірақ еркін саудада таралып жүрген мына кітаптың керемет ой салар мәтінін оқырмандар қатесіз, дұрыс қалпында оқыса деген ой болды. Сондықтан, қолымнан келгенше кітапшада кездескен қателіктерді жөндеуге тырыстым. Бар мақсатым, әрбір қазақ тілінде кітап оқитын оқырманға Брайан Трейсидің осы бір маңызды сөздерін, ойларын, жаттығуларын жеткізу еді. Оларды өз тіршіліктеріңізде пайдаланып, өмірлеріңізді өзгертіп жатсаңыздар, қанекей. Ендеше қабыл алыңыздар. Мақсатыма жетемін атты қазақ тіліндегі кітапша өздеріңізге арналады. Оқыңыздар, қажеттеріңізге жаратыңыздар, өмірлеріңізді өзгертіңіздер. Кіріспе. Табыс – бұл мақсатқа қол жеткізу. Мен дүниенің қай түкпіріне барсам да, кедей отбасынан шыққан, бірақ соған қарамай, планетадағы ең ықпалды адамдардың біріне айналуға мүмкіндік тапқан адамдарды кездестіремін. Бұл адамдар жоқшылықты көріп, өкінішті, үміттерінің бір жолата үзілуіне дейінгі сатылардан бастап, қоғамдағы ықпалды, табыскер адамдарға дейінгі жолдарды жүріп өткендер. Олар маған өз өмірлерін осындай таңғаларлық жағдайға өзгерткен нәрсе, алға қойған мақсатының дұрыстығы екендігін айтқанда, көздері ерекше жайнай түседі. Менің сіздерге ұсынып отырған кітабым да осы жайында. Табысқа жету жолында мен көкірекке тиген ең маңызды ойларым туралы айтамын. Адамдардың байлыққа, табысқа қол жеткізуіне әсер ететін қасиеттер жайында сөз етемін. Бірнеше жыл бұрын Чикагода бір топ табысты кәсіпкерлер бас қосқан болатын. Сол кездесуге қатысқан менің бір танысым кейін мына бір оқиғаны айтып берді. Сол Чикагода жиналған адамдардың ұқсастықтары көп еді. Олардың әрқайсысы өз мансаптарын бастағанда қалталарында артық бір тиындары да болмаған. Олардың бәрі дерлік қарапайым жұмысшы отбасынан шыққандар. Олардың бәрі дерлік өмірде көптеген қателіктерге жол бергендер. Осыған орай көптеген шығындарға да батқандар. Ал бүгін олардың бәрі бай, бақуатты адамдар қатарында. Олар ең қымбат мейрамхананың төрінде шалқып, кешкі дәмді астан кейін бір-бірімен сұхбаттасып отырып, соншама сансыз көп адамның ішінен біздер қалайша табысқа жеттік деген сұраққа жауап іздеді. Мүмкін біз Америкада тұрғандықтан шығар, деді біреу. Тағы біреу. Мүмкін біз басқаларға қарағанда тәуекелшіл болармыз. Тағы, әлде көбірек еңбек еттік пе? Соның арқасында бір орында қол жеткізген жетістік бойында қалып қоймадық, одан да биіктерге талпындық. Осыдан кейін кәсіпкерлердің бірі орнынан тұрып былай деді: мырзалар, табыс бұл мақсатқа қол жеткізу. Басқаның бәрі осыдан келіп шығады. Бұл сөзді естіген көпшілік үнсіз қалды. Сөйтті де бәрі оған ерекше құрметпен көңіл аударды. Мен де бұл сөзді ешқашан ұмытқан емеспін. Осыдан кейін мен адамдардың негізгі артықшылығы олардың мақсаттарын дұрыс қоя білуінде деген ой түйдім. Одан кейін сол мақсаттарын қағазға жазып түсіріп, соған қол жеткізу үшін жоспар құруы, үнемі және әркез сол бойынша жұмыс жасауы. Ескі тізім іске аспай қалғанда жаңа жоспар жасап, өзін-өзі құлшындырып, шабыттандырып отыруы, дәл осындай қарқынмен мақсатына ұмтылуы.
Міне, осы қасиеттер адамдарды табысқа жетелеген. Сіздің өміріңізде де осындай жағдайлар болады. Мен өз өмірімді өзгерттім. Мысал үшін, сіздерге өзім жайында айтып берейін. Шынымды айтсам, жоғары оқу орны тұрмақ, тіпті орта мектепті де бітірген емеспін. Орта мектеп бағдарламасының жартысын ғана оқыдым. Негізгі пәндерден нашар бағалар алдым. Сөйтіп жүріп мектепті мүлдем тастадым. Тапқан жұмысым шағын қонақ үйдің асханасының ыдыс-аяғын жуу болды. Одан шығып қалғанымда көлік жуушы болып орналастым. Бұдан айырылғанымда офистердің едендерін жуып жүрдім. Менің маңдайыма жазылғаны тек жуу екен деп ойладым. Болашақта да жасайтын жұмыстарым жуумен байланысты болатын шығар деп болжадым. Былайша айтқанда, жастық кезімдегі жолым болмай қалды деген сөз бір орыннан тағы бір орынға ауысқанымды амалсыз ақтау үшін айтылған сылтау еді. Шын мәнінде бұл өзіңді әр салада сынайтын уақыт екен. Мені талай мәрте жұмыстан қуды. Бір орыннан бір орынға көшіп жүрдім. Жан қалтамда бір тиын да қалмайтын кездер кездесетін. 18-ге толғанымда үйден қуылдым. Осыдан кейін ата-анамды 10 жыл бойына көрмедім. Менің автокөлігім үйімде болды. Қысы-жазы сонда ұйықтадым. Ол ескі болғандықтан үнемі бұзылып қала беретін, жүргісі келмейтін. Сондықтан да жанымнан түрлі құрал жабдықтарды тастамай алып жүретінмін. Бұзылып қалса жөндеуге кірісіп кететінмін. Жолдың жиегінде саусап тұрған көлігімнің астында май қалпыммен талай жаттым. Анда-санда жүріп тұру үшін маған оның әртүрлі детальдарын, қосалқы бөлшектерін ауыстырып, қатайтқыштарын, қосылған жерлерін қатырып отыруға тура келетін. Осылайша бір жұмыста тұрақтамауымның арқасында көп нәрсені көрдім. Құрылыста да істедім, жүк те тастым, фабрикада болт, гайкада бұрадым. Жүк кемесіне теңізші болып, солтүстік Атлантикаға дейін бардым. 23 жасқа толғанымда егіншілік шаруаны да көрдім. Сарайда ұйықтап, егіншілердің отбасымен бірге тамақтандым. Ерте күзге дейін жақсы егін жинау үшін таңның атысы, кештің батысы дем алмастан жұмыс істедім. Білімім де жоқ, мамандық алған емеспін, ел тамсанатын өнерім де жоқ. Егіншілік маусымы аяқталған соң тағы 2 қолға жұмыс таппай қалатынмын. Бәрінен көңілім қалып, үмітім мен жоспарларымның быт-шыты шыққан бір кезде менің тағдырымды өзгерте алатын бір нәрсенің болуы мүмкін бе деген сұрақты өзіме қойдым. Қазір ел алдында жиі шығып, теледидар мен радиодан сұхбат беріп жүрген уақытта 40 мыңға жуық сұхбаттарым шығыпты. Қарапайым адамдардың жиі қоятыны, сіздің бет бұрыс жасауыңызға себеп болған қандай сәт? Төңкеріс қай кезде болды? Сіздің өміріңізді не өзгертті деген сияқты сауалдар. Ал маған бұл сұрақтарға жауап беру оңайға соқпайды. Себебі білетінім өте көп. Мыңдаған кітаптарды ақтарып, 10 мыңдаған мақалалар оқыдым. Көп жыл қатарынан жұмыс істедім. Тәулігіне 12-15 сағат, аптасына 7 күн, кейде 2-3 жыл демалысқа шықпай, дем алмай жұмыс жасай беретінмін. Кей кездері әбден шаршап, сілекпем шыққаннан зорығып, беттерім көгеріп те кететін. Осындай қалыпта жүрген менің тағдырымды сонда өзгерткен не нәрсе болды? Менің өмірімде 3 төңкеріс болды. Мұны оңға бұрылып, сосын таңғы оңға бұрылып, сосын тағы да осы жолмен оңға бұрылып, сосын барып, жаңа бағытқа түсетін сәтіңізбен салыстыруға болады. Ең алғашқы шешуші кезең өз өмірімнің жауапкершілігін мойындаған кезім еді. 20 жасқа дейін көп жағдайда жолым болмады. Зауытта жұмыс істеп, қалтамда бір тиыным да қалмай, суыққа тоңған кездерім есімде. Бақытыма орай, бір кездері менің өмірімде болатын барлық жағдайдың тек өзіме ғана байланысты екенін түсіндім. Мені құтқаруға ешкім де келмейді. Мен үшін ешкім еш нәрсе істей алмайды, және ешкім де менің жағдайымды ойлап уайымдамайды да. Мұны түсінгенге дейін өзімнің осы қиын өміріме ата-анамды, бастығымды, экономиканы, білім беру саласын, өзімнің қателіктерімді, тіпті бүкіл елді кінәлі деп санадым. Кейін барып түсінгенім, адамның шыққан ортасы ешқандай рөл
ойнамайды екен. Шын мәнінде ең маңыздысы сенің қай бағытқа бара жатқаның, не нәрсеге талаптанатының. Бұдан кейінгі менің басымда орын алған жағдайлардың менің өткеніммен байланысы жоқ. Ендігі болатын жаңалықтар тек болашағыммен байланысты. Бұл менің өмірімнің күрт өзгеріп сала берген шағы еді. Бұл өз өмірімнің тізгінін өзім қолға алып, бірінші бұрылыс жасаған кезім. 3-4 жыл өткен соң, ол кезде жасым 25-тің арғы бергі жағы. Менің өмірімде екінші жарылыс орын алды. Шын мәнінде өзім үшін мақсат деген сөздің мағынасын аштым және ол маған нағыз трамплин болды. Мен кітаптар оқи бастадым. Ол кітаптар өз қалауыңды анықта, оларды жаз, жоспар жаса және оған қол жеткізу жолындағы күн сайын әрекет ет дегенді алға тартты. Бұл қиын емес еді. Сол себептен де мен бір парақ қағазды қолыма алдым. Орындауға ниет еткен 5-6 мақсатымды жаздым да, оны бір шетке қойдым. Бұл кездері мен бір шағын арзан бөлмені жалдап тұратынмын. Менімен бірге тағы бірнеше адам бар болатын. Бір айдың ішінде өмірім кәдімгідей өзгерді. Осы бір айдың ішінде менің айлық табысым өсті. Өз ортамда үлкен табыстарға қол жеткіздім. Мені қызметте жоғарылатты, менеджер болдым. Қол астымда 23 адам қызмет етті. Мен жатақханадан енді пәтерге ауыстым. Бұл шын мәнінде таңғаларлық жағдай еді. Ең бір ғажабы, бұл өзгерістердің бәрі де менің бір парақ қағазға жазған мақсаттарыммен дәл келуіндей еді. Мұны жоғары кернеулі электр тоғын ұстағанмен бірдей етіп салыстыруға болады. Егер мақсатыңызды жазуды бастасаңыз, сонда сіз шын мәнінде өміріңізде болып жатқан жайттарға таңғалатын боласыз. Сонымен бұл менің өмірімнің екінші шешуші кезеңіне айналды. Менің өмірімдегі маңызды рөлді алған үшінші бетбұрыс, ол өзіңнің нені қаласаң, соны үйрене алатындығыңды сезіну. Мақсатқа жетуге қажет болатын кез келген өнерді меңгеру. Егер сіз алдыңызға бұрын ешқандай талпынып көрмеген мақсат қойсаңыз, онда оған жету үшін бұрын қолыңыздан келмеген нәрсені үйренуге тура келеді. Сізге бұрын істемеген нәрсені жасап көру керек. Бұрын ондай болмаса, енді солай жасау керек. Үшінші шешуші ойды түйсінгеннен кейін мен өмірімнің соңына дейін оқып өтемін деп шештім. Мен жауапкершілік деген түсінікті қабылдадым. Кінәні біреуге аудара салуды, өкінуді, өзімді ақтауды, шағым жасауды, біреуді кінәлауды тоқтаттым. Мен өз мақсатыма қол жеткізу үшін нені қалайтынымды, нені үйренетінімді дәл анықтадым.